Жақында желіде Қытай әскерінің Тайваньға шабуыл жасауға дайындалып жатқан суреті тарады. Ақпарат ақш өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси Тайваньға барғаннан кейін жарияланды. Енді қысқаша айтсақ, суреттің Қытайға еш қатысы жоқ. Бүгін суреттің қай елде түсірілгенін талқылайтын боламыз. Желіде тараған сурет мынау. 2 тамызда жарияланған Қытай тіліндегі жазбада егер Тайвань Қытайға қарсы соғыспаса, оларды қорқақ деп атаған. Тағы бір фотода Қытай әскерінің Тайваньға қалай шабуыл жасайтыны айтылған. Бұған қоса, Қытайша шайқасқа дайынмын деген мәтінді де кезіктірсе болады. Алайда, фотоның түп нұсқасы 2017 жылы әлемдегі ең жабық елдердің бірі Солтүстік Кореядағы газетте жарияланды. Сонымен қатар суреттер Солтүстік Кореядағы медианы бақылайтын сайт мұрағатында сақтаған. Фотода сонда не көрсетілген деп отырған шығарсыздар. Мәселе бұлай. Солтүстік Кореяның Вонсон қаласындағы Корей халық армиясының құрылғанына 85 жыл толуына байланысты жауынгерлік атыс шарасы өткізілген. Яғни Қытайға немесе Тайваньға еш қатысы жоқ. Назарларыңызға рахмет. Біздің бұған дейінде жарияланған видеоларды да көріп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Фейкпен бірге күресейік.